Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Жеті мұз айдары және оның жүргізушісі Аяулым Бақытқызы. Бүгінгі санда елімізде жарық көрген жаңа кітаптармен таныстыратын боламын. Экраннан алыстамаңыздар. Астанадағы балалар кітапханасында белгілі қаламгер, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Жанболат Башардың «Қабір үстіндегі зұлмат» атты жаңа кітабының тұсауы кесілді. Бұл еңбекте 30-шы жылдары қазақ халқының басына төнген қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарының жан төзгісіз азабы суреттелген. Кеңестік дәуірдің 30-шы жылдарында болған саяси озбырлыққа қарсылық көрсеткен көтерілістер қазақ жерінде аз болмаған. Соның бірі ел ішінде уық көтерілісі деп аталып кеткен тоқырауын көтерілісі. Елдің еңсесін езген саяси озбырлыққа қарсылық жасаған ел азаматтарының атқа қонуы, ел басына түскен аштық нәубетінің жан төзгісіз қасіреті шынайы суреттеліп, оқырманды бей-жай қалдырмайды. Сонымен бірге кітапқа жазушының соңғы уақытта жазған әңгіме хикаяттары енген. Павлодарлық Бекзат Смағұлов ағылшын суретші иллюстраторы Руф Сандерсонның «Алтын бие», «Мәртебелі Гатты» және «Сиқырланған орамал» атты кітаптарын қазақ тіліне аударып шықты. Талапты жас қазіргі таңда Астана қаласындағы Ұлттық академиялық кітапханасының ақпараттық мәдени қызмет бөлімінде менеджер болып қызмет атқарады. Оның айтуынша, бұл шығармаларды тәржімалауға Фолиант баспасынан ұсыныс түскен. 3 кітапты аударып шығуға шамамен 1 айдай уақыт кетті. Бұған дейін шетелдік журналдарға ағылшын тілінде мақалалар жазумен айналысатынмын дейді. Алдағы уақытта Бекзат Смағұлов Экспо 2017 көрмесінде шетелдіктерге қазақтың ұлттық өнері мен тарихын таныту мақсатында белгілі жазушылардың еңбегін ағылшын тіліне аударуды жоспарлап отыр. Белгілі жазушы Ибрахим Салахов жайлы Көкшетауда жаңа кітап жарық көрді. Ол тәуелсіздік алған алғашқы жылдары Ақмола облысында татар этномәдени орталығының негізін қалаған. Кезінде қуғын-сүргінге ұшыраған көрнекті тұлға өз ғұмырының 10 жылға жуығын Колыма түрмесінде өткізген. Кейін елге оралып көптеген шығармалар жазды. Көзі тірі болса, бүгінде 105 жасқа толар еді. Ал Ибрахим Салахов туралы жазылған кітаптың авторы журналистика саласында жарты ғасырлық тәжірибесі бар көкшетаулық қаламгер Лариса Аитова. Бұл кітапта жазушының естеліктері мен фотосуреттері, сондай-ақ қиындыққа толы өмір жолы көрініс тапқан. Туындының тұсаукесеріне Қазақстан Халқы Ассамблеясының аймақтағы мүшелері мен Республикалық татар этномәдени орталығының өкілдері қатысты. Ғасырлар бойы Қытай мұрағатында сақталған қазақ хандарының хаты кітап болып басылып жарыққа шықты. Бұл жұмыстарға Бейжің ұлттар университетінің ғалымы Дүйсенәлі Әбділәшімұлының көп жылдық зерттеулері мұрындық болған. Қазақ елі үшін құнды топтамада хандар мен сұлтандарға қатысты 67 құжатта көрсетілген жазбалар енгізіліп отыр. Әзірге төте жазумен жарық көрген жинақты қолдаушылар болса, кирилл жазуына аудару да жоспарда бар. Қазақ хандары хаттарының жинағы 2000 данамен шықты. Қытай мұрағатынан табылып, жинаққа енгізілген құжаттардың дені 1757 жылдан бастау алады. Көпшілігі Уәли мен Ханғожа хандарға қатысты, ал алғашқы хаттар Абылай хан мен Әбілпейіс сұлтаннан жылданыпты. Ғалым өз аударған соңғы деректер қазақ хандығының тарихын жаңғыртуға сеп боларына сенімді. Әзірге осы сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.